Шеке сүйегі ос париеталі. Жалпақ сүйек болып табылады. Екі беті бар. Сыртқы беті және ішкі беті. Сыртқы бетінде біз шеке төмпегін көреміз. Тубер париеталі деп аталады. Және самай сызықтарын ажыратамыз. Жоғарғы және төменгі. Келіп самай бұлшықеттері бекінеді бұл жерге. Ішкі бетінен біз жоғарғы сагиталды қойнауды, сулкус сагиталис супериорды, сосын қан тамырлардың іздерін анықтаймыз. Қан тамырлардың іздері сына бұрышынан басталады. Шеке сүйегі төрт бұрышты жалпақ сүйек болғаннан кейін, бұның төрт бұрышын және төрт жиегін ажыратамыз. Төменгі алдыңғы бұрышы сына бұрышы, ангулус спиноидалі, алдыңғы жоғарғы бұрышы маңдай бұрышы, ангулус фронталі, артқы жоғарғы бұрышы шүйде бұрышы, ангулус оксипиталі, артқы төменгі бұрышы, емізікті бұрышы, ангулус мастоидеус деп аталады. Сына бұрышы менен маңдай бұрышының арасын қосатын жиегі маңдай жиегі деп аталады. Емізікті бұрыш менен шүйде бұрышын қосатын шүйде жиегі деп аталады. Ал жоғарғы екі шеке сүйектерін қосатын жиекті сагитал жиек дейміз. Ал самай сүйегімен қосылатын жиегін қабыршақты жиек деп атаймыз. Марго фронталі, марго сагиталі, марго оксипиталі, марго сквамоса деп аталады.